Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат Жотам, қалайсыңдар достар? Короче, в общем, бүгін біздер мынандай паркур. Достар, мен алдыңғы общем өткен болатын, осындай шексіз паркур достар, өздеріңіз білесіздер, қараңыздар, ема. Тоқтан нормально ойсақ достар, қараңдар, превьюдан көріп тұрғандарыңыз өздеріңіз мынандай паркурлардан. Мен бұның бәрін өтіп тастағам, достар, енді біздер аяқта келген болатынбыз ба. Бұрын өткен мен бірақ бұның бәрін 2 ай бұрын, по идее, 2 ай бұрын. Достар, в общем, басайық біздер. Так, енді біздер, в общем, өтеміз, көп сөйлей бермейік, көп сөз, боқ сөз, сондықтан достар, енді осым айдадан шығып атса, или жаңғырып шығып атса, или пұқ деп шығатса, достар, ренжіңіздер, паркурдың аты паркур. Мен микрофонға жақындап кетуім мүмкін эмоциямен, сондықтан достар, мән бермейміз ондай нәрсеге. Опа, деп өтеміз, арасында менде лак болып қалады кішкене. Так. Опа. Так, все, өттік неяқтан. Так, все, өттік, все, енді біздер неяқтан өтеміз. Ой, қалай? Секіреміз, өліп қаламыз неяқтан? Жүнді ма? Тоқтан, өліп. Или... Все, налар нелдер? Так, достар, біздер спавн point деген нәрсе бар етін. Пока, спавн point деген нәрсемен біздер өтетін бізге. Біздер спавн point. Ол спавн pointсыз біз... Айттым ғой, спавн pointсыз біз емеспіз, достар. Спавн point керек обязательно. Так, все, қайтты өтеміз. Онда жаңа... Не болды маған? Паркур ойнаймай қаппыз о, вообще. Достар, вообще паркур ойнаймай қаппын мен. Басқа сайын қатыра ма, бір бәле ғой. По идее, қатырады секілді. Так. Опа. И опа, наха спавн point жазамыз. И және де біздер құлаймыз да, ана жерден қайттан шығамыз. И тағы құлаймыз. Ой. Так. Біздерде... О, все. Так, өттік. Ойбай, мұнау немене бәрі. Достар, спавн point жазып алайық. Так, все. Опа. Все, достар, өттік. Достар, паркур видеолар енді мен бұрын күнде шығаратын, достар, бұрын каналдарымда күнде шығаратын болатынмын. Қазір достар, мен күнде шығармын, өйткені күнде паркур видеолар түсіре берсем, өзімде ішім пысады, сіздердің де ішіңіз пысады, достар. Және де достар, бұл канал вообще сатылмайды, достар. Вообще сатылмайды, так что спокойно тіркеле беріңіздер бұл каналға, өйткені достар, мен сіздерге өзімнің тарихымды айтып берейін. Достар, в общем, мен ютубты наурызда бастадым, достар, содан бер мен каналдарымның барлығын саттым. Өйткені достар, маған ақша керек болды. Маған ақша керек болды. Неге дейсіздер ма? Өйткені достар, мен мына ноутбукты кредитке алған болатымын, және де достар, сол кредитті төлеуге маған ақша керек болды. Ал қазір достар болды, ол ноутбуктың уже кредиті жоқ, сондықтан достар, так что менің каналыма до конца. Ойбай! 100 подписчик, келе береді, в общем, каждый видеода айтатын боламын мен паркур видеоларда, сондықтан достар, давайте, менің арнама тіркеліңдер тез. Все. Мен яқта бетте өтейік, кило жазамыз. Так. Достар, на каналдың сашествосы ашылғаннан кейін де достар, мен сашествоға шығатын болып, неге каналдарды сата бердім, солар туралы айтатын болам, достар. Сіздер енді адамның күні адаммен ғой. Сондықтан достар, менің де кешіріңіздер, менің басқа амалым болмады, достар. Так, неяқтың бәрін бүйтіп өтеміз. Все, достар, мен жігіттік сөзімді беремін сіздерге. Кәдімгідей жігітше, в прямом жігітше, достар. Мен бұл каналды ешқашан сатпаймын, достар. Ешқашан сатпаймын. До конца, бала шағалы болғанға дейін, қартек біткенге дейін, мен бұл каналды никогда сатпаймын, достар. Кәдімгідей 100 подписчик бар, достар. Алдымыздағы цель бірінші 10.000-ға жетіп алайық. Жоқ, бірінші 1000-ға жетіп алайық біз вообще. Сол үшін содан кейін 100-ді армандай беруге болады. Біз үлкен ютуберлікке үшін қадам басып жатыр, достар. Ешқандай канал сату деген әңгіме жоқ.
Так, тема өзгертейік достар. Так. Тема өзгертейік, құрсын біз паркур өтіп атырық. Так, наяқтың бәрін, наяқтан уже кәдімгідей қиындап кетті негізі. Мынау кәдімгідей жаман қиындап кеткен ғой. 15 сөйтіп қалдық па не уже біз бастағаннан бері. Мына жерлерін қалай өтеміз? Достар, мен бұл паркур видеоларды күнде шығармаймын. Прям күнде емес енді. Бірақ нормальны аптасында 2 рет или 3 рет шығарам достар. Өйткені күнде паркур видеолар көре берген сіздерге де маған да қызық емес. Одан да менің арнама жазылыңыздар. Скоро достар уже кәдімгі контент видеолар бастаймын. Мини игра енді арасында түсіретін шығармын енді оны. Ал основном достар кәдімгі ауылдағы өзімнің өмірімді достар Сойкпен видео түсіретін боламын. Достар Сойкты танитын шығарсыздар енді менің досым. 1 жыл болды ма мен араласып жүргенімізге? Жоқ, 1 жыл болмады, жарты жыл болды ойым. Ары кетсе жарты жыл болды достар. Все, короче, нақтың бәрін тез-тез өтіп видеоны соза бермей. Опа. Так, все, наяққа да қойғанбыз. Достар, уже біздер қанша өтіп жатық примерно? Біздер 10 паркурдан асып кетті. Бір 15-16 паркур болды. Жоқ, 14 па? Сондай паркур болып жатыр, короче. Все, наяқты өте берейік, құрсын. Дальше. Спам байт, баспатып бәне біз. Так. Мынау қалай? Ой! Ема! Бұндай да бар ма? Ой, тупой. Тоқтан бассам ба? Әшін басасам да болатын шығар. Ой. Туп. Не? Шамай кеттім нәға? Так, битек. Опа, достар, негізі паркурды біреумен түсіргенде де негізі болар еді. Енді наяқтан қалай өтем? Все. Бәзе, түсімей қалғансың ғой. Все, короче, достар, ойшым өтейік. Наяқтарды тез-тез өтпесек біз. Достар, менің мышкам дауыс шығатса ренжімеңіздер. Мен OBS деген приложениемен түсіріп көрдім, бірақ OBS что-то Майнкрафтты краш ете береді. Сондықтан достар, мен Shadowplay-мен енді сіздерге видео түсіретін боламын. Әрине өте керемет Shadowplay-да, бірақ мышканың дауысын алмайтыны болмаса нормально. Мышканың дауысын ала береді. Кәдімгі былқ-былқ, кәдімгі дауыспен жағаласып былқ-былқ еткізіп ала береді. Сондықтан енді мен OBS-пен енді білмеймін, мен OBS-пен түсірем. Басқа айтпақшы достар, осы видеоны қанша көріп отырсыздар ма? Комментке жазыңыздаршы. Мен басқа да ойындардан видео түсірейін ба? GTA 5, CS:GO Maniac дейтіндер. Бірақ ояқтан достар менің активім жоқ болатын шығар. Чисто Майнкрафт үшін жаралған адамым ғой мен. Так. Әкеңнің жақсы қыз, ей. Так, өлеміз. Так. Бізде мынандай бір бәле ашып кетті. Все, қайтадан. Мына жерлер жаман қиын. Осындай қиын паркурларды жек көремін ше. Ой. Достар, қалай ойлайсыздар? Мен паркурда скиллым кетті ме әлде сол баяғы Ринатпын ба? Қалай ойлайсыңдар? Яқтан тағы возродить етеміз. Яқтан тайм сетдей жазып жіберейік. Яқта спавн point қойып аламыз обязательно. Так. Спавн point тағы да қойып аламыз. Достар, спавн point неғып қоя бересің? Деп алдында жазады. Енді мына паркурда спавн point өтемін, достар. Өздеріңнің жаман іштеміз кетеді. Отвечаю айтам ше, мен қайта-қайта өле берем. Одан не пайда вообще? Одан да үйсіз спавн point жеңілдетіп, кәдімгі қазақ қылып өткен дұрыс емес па, достар? Айтпақшы, достар, Тұрармен видео түсірейін ба? Сонда жазып кетіңіздер. Тұрармен де уже видео түсірмегелі көп болды. Тұрар дейтін жалғыз өзі түсірген, тоже сонымен арасында видео түсіріп қою керек. Достар, сіздер қаласаңыздар түсірейік, қаламасаңыздар да түсірейік. Разница жоқ. Бірақ сіздер айтыңыздар, достар, өз идеяларыңызды. Ойбай, мынау немене бәле? Дай спавн point өтем осыны. Давай ма? Давай. Деп енді жігітше уәде бермей қойын енді, бірақ өтемін деп бас айналдырып жүреді екен өзі. Айттым ғой. Спавн pointсыз болмайды ма? Ринат, спавн pointсыз болмайды. Асықпа. Так. Наяқтардан бұлай ба. Достар, сөйлемей тұра тұрайын. Наны өтіп алғанша. Так. Мынау қалай? Бәсе? Блин, мына жерден қателессем
Опа, соңғысы қалды. И все достар, өттім. Өлем, мынау не өлі? Ей! Мынау не өлі? Проблема, мынау не өлі? Жынды кен ғонам. Күте тұрыңдар, возвратить етеміз. Достар, дейліңдер, бұл уровень еспеген, мен олардың давно асып кеткен уже. Сондықтан, так, и наған барамыз. Достар, білмеймін, наны түсінбей қойдым. Короче, достар, 40 рет өлдік. Все, достар, осы жердің видеоны аяқтаймыз, достар. Очень сіздерге паркурный видео солақтарына басуына жалғыз ұмытпаңыздар. Ал, достар, мұхтет жетейік. Давайте, достар, пока.